ақша тап, соған мәз бол деп. Біздің қоғамда өзгертуді талап етіп тұратын нәрселер бар. Ойлау жүйесін мүлдем өзгертуіміз керек. Өткен бір сөзбен харам деген сөзге шығара салған. Мен жылдан жылға ақымақтардың саны көбейді деп ойламаймын. Мен жылдан жылға ақымақтардың белсенділігі артып келе жатыр деп ойлаймын. Бала кезімізде айтушы едік, өмір деген осындай, оған тек қана бейімделу керек деп. Үлкендер тәртіпті бұзба, отбасын құр, ақша тап, соған мәз бол деп. Бұл өте шектеулі өмір. Адам өмірінің мақсаты өмірге бейімделу емес. Адам өмірінің мақсаты жақсарту, соңында ізгілікті, игілікті із қалдыруда. Соны түсінгеннен кейін бүкіл нәрсені өзгертуге тырысасың, өмірдің жүйесін өзгертуге тырысасың. Өйткені біздің қоғамда өзгертуді талап етіп тұратын нәрселер бар. Фреско айтады ғой, сіз әлгі сонда әлемді өзгерткіңіз келе ме дейді. Жоқ, әлемді өзгерткім келмейді. Жай ғана әлемде өзгертуді талап етіп тұратын дүниелер бар дейді. Сол сияқты ғой. Біз өзгерткіңіз келмейді. Өзгерт деп өздері сұрап тұр әлем. Болашақта адамдар болжам жасап кетпеу үшін ойлау жүйесін мүлдем өзгертуіміз керек. Егер мен теледидарға түсіп дебатқа түсетін болсам, жарысқа, мен жеңілемін. Неге? Өйткені бүгінгі таңдағы адамдар іздеген құндылықтар басқа. Болашақта жоғарғы оқу орындарында потенциалы жоқ мамандықтарды дайындамайды. Бір жағынан соған қуанамын. Мысал келтіріп өтіңізші. Мысалы, ГАИ қызметкерлері, бүгінгі таңдағы хирургтар, бүгінгі таңдағы сот жүйелері, билік жүйелері болашақта адамдардың алгоритмдерге көшеді. Яғни компьютерлік жүйе басқарады. Неге? Өйткені биоинженерия болсын, биотехнология, ақпарат жүйе болсын, соған алып келе жатыр. Роботтарға. Яғни роботтарға көшеді. Оның орнына жұмыссыз қалатындар саны көбейеді, бірақ қандай мамандықтар басуы мүмкін? Сол мамандықтар жайлы толықтай айтып өтіңіз. Бір мысал келтірейін. Өзге халықтардың салттарын, жүйесін, құндылықтарын зерттеу мамандықтар пайда болуы мүмкін. Яғни адамдар бірігу үшін. Яғни жетінші эгоистке адамдар көтерілуі мүмкін бір сатыға. Неге? Өйткені бір адам келесі адамды түсіну мақсатында. Мойындауымыз керек, бүгінгі таңда біз басқа халықты түсіну жүйеміз мүлдем жоқ. Өзге халық деп арамызға оңай сіңісіп кете алмайды. Неге? Өйткені біз күлуге дайын тұрамыз, мұқатуға дайын тұрамыз, шеттетуге дайын тұрамыз. Біздің жүйеміз солай қалыптасқан. Өйткені біздің көзқарасымызға сәйкес келмегендіктен біз оны шеттетеміз. Болашақта сондай мамандықтар пайда болады. Оларды зерттеп, салттарын, дәстүрлерін зерттеп, сосын барып түсіну. Тамақтарын зерттейсің, сен оны жейтін. Мұсылман елдерінде шошқа жеген мемлекеттер ұнап кетті. Тамақ үшін. Өткен бір сөзбен харам деген сөзге шығара салған. Бірақ білесіз бе, әлемдегі тауықтың етінен кейінгі екінші орында шошқаның еті тұрады. Қабылдаудан, яғни адамдар. Бірақ ол адамдардың бәрін жоққа шығармаймыз ғой. Қытай, Европа мемлекеттердің барлығы, Япония, Корея, Скандинав мемлекеттері, Норвегия жаңа айтып жатқан Дания мемлекеттерінің бәрі шошқаның етін жейді. Соның бәріне харам деп, болмаса соның бәріне жаман деп, болмаса соның бәріне дұрыс емес деп айыптаға салу, бүгінгі таңда көзқарас меніңше дұрыс емес. Болашақта осы мамандықтар енеді, адамдар бір-бірін түсіну үшін. Әрине дұрыс айтасыз. Алысқа кетпей-ақ, қазірдің өзін қарап отырсақ, бізде мысалы банктер, кредиттік жүйелер, кейбір сот үкіметтері нейрондық сеттерге көшкен. Сіз мысалы кредит алғаныңыз, сізге кредитті одобрение дейді ғой, кредит беру сіздің түріңізге қарап немесе сөйлеген сөзіңізге қарамайды. Сіздің бүкіл ақпаратыңызды, сіз туралы өмірбаяныңыз, мәліметіңізді алып электрондық алгоритмге береді. Сол арқылы сізде мысалы кредит бар ма, жоқ па, әлде сіз төлей аласыз ба, жұмыс орныңызды қарайды, пенсиондық
счетыңызды қарайды да содан сізге кредит береді ме немесе бермейді ме. Мысалы соттық жүйені алып өтсек, дозп деген сияқты айлыққа дейінгі микрокредиттерді де көп адамдар дұрыс емес пайызбен алады. Мысалы бүгін 500 теңге алдыңыз, бір жылдан кейін ол 50 мың теңгеге өсті дейік. Алгоритмдік соттық жүйеге салады да, олар 1 секундтың ішінде сізге үкім шығарып береді. Сіздікі дұрыс, ол микрокредиттің сонша пайыз қосып отқан дұрыс емес деп. Соны қарап өтсек те болады. Қазірдің өзінде бізде алгоритмдерге, робототехникаға және нейрондық сеттарға жасанды интеллект көшу басталып қойды. Станиславтың мынандай сөзі бар: мен жылдан жылға ақымақтардың саны көбейді деп ойламаймын. Мен жылдан жылға ақымақтардың белсенділігі артып келе жатыр деп ойлаймын. Болашақта сабақ мультидисциплиналық түрде өтеді. Адамдар сыртқы істермен айналысады. Мысалы, испандықтар қалай тамақ жейді деген сияқты, француздардың салт дәстүрі қандай, гректер немен айналысқан деген сияқты сыртқы істермен айналыса бастайды. Яғни мамандықтардың бірі болып енеді да. Бізге күлкілі, мысалы, шотландықтардың еркектері юбка киіп жүрген. Қазіргі қоғамда. Бірақ сондай мамандықтар пайда болып, олардың кию себебін түсіндіреді, оларға күлудің қажет емес екендігі. Мысалы, жаңа шыққан жаңалықтарға біз теріс мағынамен емес, теріс көзқараспен емес, дұрыс қабылдауды үйренеміз. Сонда мамандықтардың дамыған. Кез келген музыка шықса, ән шықса, мынау қандай ән деген сөздің орнына мына әнге құлағым үйреніспей жатыр, үйренісіп кетеді деген сияқты. Егер мен мысалы Қытайда 5 жыл тұратын болсам, оның әні 5 жылдың ішінде маған дұрыс ән болып көрінуі мүмкін. Басында шум болып естіледі, өйткені түсініксіз болады, кейін құлағым үйренісіп кетеді. Мысалы, сіз маған басқа шаш үлгісімен келсеңіз, мен сізге нені тур жараспайтын шаш үлгісі деудің орнына мен көзім үйреніспей жатыр деп жауап беретін деңгейге жетеміз. Яғни сана биігіміз жоғарылайды деген сөз. Яғни бір-бірімізді түсінуіміз жоғарылайды. Сөздердің орындары ауысады. Сондай мамандықтар пайда болады, адамдар бір-бірін түсіне бастайды. Сонда болашақта біздің бір-бірімізге деген көзқарасымыз мүлдем өзгереді деп ойлайсыз ба? Қазіргіден қарағанда. Әрине, мамандықтан шығуына байланысты. Мамандықтардың орнына ауысады. Адамдар жайлы талқылау да қате. Біздің қоғам мықты ғой, қазір бізде ең белең алып жатқан нәрсе, біз бір-бірімізді қатты талқылаймыз. Қалай талқылауға болады? Ол осындай адам мен үшін деп талқылау керек. Мысалы, менен бір досым жайлы сұраса, сіз жайлы сұраса, мен айтамын: ол мықты айтишник, дизайнер, оның астрономиядан мықты хабары бар. Бірақ жауапкершілік сәл төмендеу, кейбір жерлерге кешігіп келеді. Мысалы, ұйқыбас деген сияқты. Маған сондай. Бізде қалай айтады? Ол сондай есерсоқ, ол соның надандау адам. Жексұрын немесе ол жаман адам деп шорт кеседі. Бүкіл қоғамға солай жетеді, бүкіл адамға солай жеткізеді информация. Мысалы келтірейін. Егер сіз жайлы әкеңізге, анаңыз, ініңіз, ағаңыз, әпкеңіз, достарыңызға, сосын жора жолдастарыңызға 7 кітап жазатын болсаңыз, 7-і 7 түрлі кітап жазады. Неге? Өйткені сіз туралы әркімге отношениеңіз, қарым-қатынасыңыз әрқайсысының әртүрлі. Сондықтан сол адамға сізге деген қарым-қатынасын болмаса мінезі қандай деп сұраған кезде шорт кесіп, ол осындай, ол жаман, есерсоқ деп айтудың орнына, ол маған қарым-қатынасы осылай. Ол адам жаман адам немесе жақсы адам деп бөлудің керегі жоқ. Яғни болашақта біз осылай да қарым-қатынас жасауымыз мүмкін. Айтады ғой, адамның мінезі оның ойларының жиынтығы дейді. Яғни характер жатамыз ғой. Характер қаннан берілмейді. Айтады, әкесінің мінезіне тартқан дейді ғой. Сенің әкеңнен саған характер берілмейді қанмен. Ол қалыптасады. Отбасынан бірінші іздейсің ғой. Әкеңнің мінезін көріп өсіп, сонымен қалыптасасың. Достарыңнан көресің, қалыптасасың. Абай айтпақшы, адамға әсер ететін 3 адам: ата-анасы, ортасы, яғни достары, ұстазы дейді. Сондықтан мен балаларыма ата-ана да болдым, ұстазы да болдым, досы да болдым. Өйткені олар басқаға кетіп қалмаушы. Мінез де солай қалыптасады. Мен қоғамдағы картинкаларды, суреттерді көре отырып, жүйені көре отырып, құндылықтарды көре отырып, ойыма, санама жинаймын, нейрондарым есептейді да бір характерді шығарып береді маған. Сонда адамдар оны кінәлай бастайды. Ол дұрыс түсінді ма, ол дұрыс түсінбеді ма, ол қылмысқа не үшін барды, ол неге қателік жасады деп талқыламайды. Бұл солай шорт кесіп айта салады. Бір артықшылық болашақта осындай мамандықтар шықса, біз бір-бірімізді түсіне бастаймыз. Осы тақырыпта тағы бір тоқталып өтейін. Адвокаттар жайлы. Бүгінгі адвокаттар. Болашақта адвокат деген мамандықта болмайды. Бүкіл алгоритмдер компьютерге өтіп кетеді. Мысалы, бүгінгі түнде адвокаттарға қарайсыз, олардың оқитын кітаптарына дебатта қалай жеңсең болады деген тақырыптарда кітаптар оқиды. Ал мына шындықта қалай іздейін деген кітаптарды оқымайды. Яғни адвокаттар да қажетсіз. Ол сізді өміріңізді зерттеп, шындықты біліп қорғап шықпайды, сондықтан ғана қалай жеңіп шықсам спордан деген ниеті ғана болады. Сондықтан болашақта адвокаттар да болмайды. Барлығы компьютерге беріледі, алгоритмдер есептейді. Кім кінәлі, кім кінәсіз дегенде олар қарап жатпайды, эмоцияға беріледі. Олар тек қана мәліметтерді алып, сонымен қорытындылайды да сізге шығарып береді. Хирургтар да керек емес болып қалады. Өйткені бүгінгі таңда сондай
роботтар шығып қойды, лазермен емдейтін. Ішіңізді тілмей, ішіне лазермен іштен кесіп емдеп шығаратын. Операция жасайды. Жаңа адвокаттар да айтып жатыр ғой, кім кінәсіз, кім кінәлі деп. Негізі ол сұрақ дұрыс емес, кім кінәлі, кім кінәсіз деген. Тағы да соған оралайық. Егер сен көшеде кетіп бара жатсың, біреудің иығынан қақтың, сен не үшін қағасың деді, ол сен әдейі қаққан жоқсың, ниет болған жоқ. Сен итердің, сен оны ите жібердің, ол бас жарылды, ол табан астына кетті да, өліп. Сен қылмыскерсің. Сен біреуді әдейі оқ көздеп тұрып аттың, бірақ оғың тимеді. Бірақ сен әдейі аттың, қылмыскер емессің. Бірақ сен басқа мешінді көздеп тұрдың да, бір адамға тиіп кетті, ол өліп кетті, бірақ қылмыскерсің. Кім қылмыскер? Ұшақты әдейі жарып жіберген қылмыскер ма? Немесе жалдамалы әскер, солдаттар қылмыскер ма? Қылмыскер деген сөздің өзін біз әлі толық түсінген жоқпыз. Сондықтан адамдар жаман, жақсы, ұлы, кіші, Леонардо не Леонардо деп бөлмейді. Барлығымыз да Леонардо да Винчи бола аламыз, егер ортамыз дұрыс таңдап шығарса. Бір сұрақ қойып өтейін. Мысалы, жаңа айттыңыз, ол қылмыскер және қылмыскер емес. Мысалы, бір адам далада жүріп барады, білмей, соны көлік айдап келе жатқан адам қағып кетті, өлтіріп қойды. Қағып кеткен адам қылмыскер болып саналады ма, әлде қандай шара қолдану керек ол адамға? Әдемі сұрақ қойдыңыз. Мен қылмыскер деп санамаймын. Қараңызшы, бір қателіктің кесірінен біз екі адамнан айырылдық. Дәл қазір сіздің жауап. Сіздің сұраққа жауап. Біреу өліп кетті, екіншісін қолдан өлтірдік. Өмір бостандығынан айырдық. Ақиқатын айттым, біреулер ренжуі мүмкін. Аристотельдің сөзі бар ғой. Платон мен үшін өте қымбат жан дейді. Бірақ ақиқат одан да қымбат дейді. Сондықтан біреу ренжиді деп айтпай қоюға болмайды. Мен жаңа айтып өттім ғой. Ұлы адам, не кіші адам, не жақсы адам, жаман адам деп бөлмейді. Мен мысалға келтіргім болып отыр. Біздің Абайды. Біз Абайды айтар алдында ұлы деген сөзді қосамыз. Леонардо да сондай, қайталанбас адам деп қосамыз да. Бірақ олар да оған дейін ол нәрсені жазбас бұрын, ол нәрсені шығармас бұрын, олар да зерттеді, қарады. Адамға кез келген ой тылсымнан келмейді басына. Олар оған дейін зерттемесе, информация жинамаса, сол туралы мәліметтерді білмесе, сол туралы тәжірибе жүргізбесе ештеңе шығармайды. Ньютон да солай. Гравитация, жердің тартылыс күшін ойдан шығара салған жоқ, басына алма түсіп біз қазіргі бүгін айтып жүрген аңыз сияқты. Оған дейін зерттеген ғалымдар болған. Ньютон тек қана зерттеп, түсініп, қағазға түсірді. Галилео да, Коперник те сондай жердің шеңбер екенін оған дейін зерттеген ғалымдар болған. Олар да солардан зерттеп келіп тұрып, яғни тылсымнан ештеңе пайда болмайды. Барлығын тәжірибемен. Екі химик екі реакцияны қосып көріп, жарылып кетті да, екеуі де өліп кетті. Келесі химик тұрып, оны қайталамайды. Басқа реакцияларды қосады. Яғни қателіктен сабақ алып, ары қарай тәжірибе жүргізеді. Қайталанбас адам деп тіркес қосудың қажеті жоқ. Олар да біреуден оқыды, зерттеді, сосын барып жазды. Мен де қазір сіздерге мәлімет айтып отқаным, мен өзім тапқан жоқпын мәліметтерді. Ғалымдарды оқыдым, солардың сөздерін оқыдым, соларды зерттедік, кітап оқыдық, қарадық. Мен де сіздерге оригинал нәрсе айтып жатқан жоқпын. Оригинал дегеніміз жоқ. Сонымен қосып, мына мысалы Бетховен, Моцартты да алуға болады. Ұлы композитор деп жатады. Ал негізінде сонымен қатар Бах, Аврамов деген композиторлар да болды. Бетховенмен қатар сол заманда. Адамға әсер ететін өзінің оқыған кітабы, өзінің көрген киносы, ортасы ғана әсер етеді. Яғни адам содан жинақтау арқылы басқаларға да сол нәрсені ұсына алады. Одан артық ештеңе нәрсе ұсына алмайды. Тылсымнан жоқ деген себебім осы. Менің ойымша тіркестерді алып тастау керек. Ұлы Абай, қайталанбас Бетховен, болмаса Моцарт деген сөздерді алып тастау керек. Меніңше сөздің орнын былай ауыстырған дұрыс. Абай кітапханасы, Леонардо кітапханасы, Моцарт, яғни айнымдердің жиынтық композициялары. Сол сөздермен ауыстыру керек. Барлық адам бірдей. Сізде Леонардо, менде Бетховен болуы керек. Егер сол ортада сол шығармашылықпен дамитын болсақ. Сонда ұлы тіркесті қосып отқанымыз біз өзімізді шектетіп отқанымыз дегеніңіз келіп тұр ғой. Ұлы қойып, өзіңнің соған жете алмайтынын түсінгенің, өзіңді төмендеткенің былай айтқанда. Біз де сондай болатынымызды дәлелдей аламын, егер сондай ортада өссек. Және тағы да сұрақ, сіз сонда жаңа айтып өттіңіз, оларда басқа композиторлардан, басқа ғалымдардан тәжірибелерін алып, сол қателіктерді қайталамады. Сол кезде адамзаттың дамуы басқа да тылсым күштердің немесе ойларынан әшейін пайда болған зат емес, олар сондай тәжірибемен келді дегіңіз келіп тұр ғой. Әрине, барлығы қателіктер мен тәжірибеден келген. Бүгінгі таңдағы көп айтылатын сөз ғой. Тәжірибе мен қателік. Кез келген мотивацияны қараңызшы. Қателік жаса, тәжірибе жаса, сен өсесің, сен дамисың. Бүкіл ғылым солай келген. Сондықтан тылсым дүниелер мен құпия дүниелердің аңыздар мен ертегілердің бәріне қарсы шыққан себебім сол. Тәжірибе мен логикаға сенемін.